Hulul болады деп айтады дейді. Хамбалилар айтады, жоқ, hulul болмайды. Неге? Әлем бітті дейді. Әлем бітті, махдуд бітті. Негізі, егер мантықпен қарасақ, әлемнің үстінде мекен жоқ негізі. Иә. Негізі жоқ. Негізі бұл сөзге мұқтаждық та жоқ. Алла тағала мекен бар деген сөзге негізі мұқтаждық жоқ. Алла тағала аршының үстінде десең бұл проблема. Брат, қараш, сөзін бөлейін. Қараш, үсті деген сөз жалпы бұл жерде де өзі как маджази сияқты қолданылып тұр да онда. Неге себебі? Ибн Таймия айтады ғой. Иә, өйткені жалпы қашықтық қой, үсті, асты, жаны дегендердің бәрі тарапты. Ал енді арыштан кейін тарап тоқтағаннан кейін уже үсті деп қолданудың өзі как маджаз да негізі. Яғни қайтадан жаңағы бәйінге келеді да. Яғни әлем мен Аллах тағала екеуі жаңағындай не емес. Негіз бұл мәселе қолданған себебі жаңағы жахмиттер әлемнің ішінде дегенге қарсы рот ретінде қолданады ғой. Рот, дәл солай. Содан шыққан нәрсе. Енді имам Табарида именно Аллах тағаланың Али деген сипатына келген кезде осылай екі түрлі көзқарас алып келеді да. Біріншілер жаңағыдай мәканнан пәк ретінде, улуды оны пәк ретінде мағынасына түсінеді, яғни әлемнен вообще былай айтқанда мекеннен пәк. Ал енді екінші топ бар дейді да, жаңағыдай ол әлем жаңағы арштың улу алал арш деген кезде, яғни оның жоғары, одан жоғарысында дегендегі нәрсемен қолданады. Бірақ жаңағы нәрселермен тәнзих қосады да. То, что тарап, ол жерде уже мекен деген нәрселердің бәрі жоқ кәдімгідей. Осында екі көзқарас негізі екеуі де дұрыс. Яғни хамбалилер дұрыс емес айтпаймын. Просто мәселе именно хамбалилердің түсіну кішкене қиынырақ та, бәрібір андай біреулер тарап қалып келуге себеп болып қала ма деп ойлайсың да? Бұл кісілер Осман ад-Даримидің масаға отырып, маса ұшып кетеді дегенді қалай түсіндіреді? Осман ад-Дарими түсіндіріп бере ме осыны? Бұны мен түсіндіру емес, бір неден қалай айтады? Бір кісіден естідім, бірақ мен оны нақты айта алмаймын. Исбат ете алмаймын. Өйткені менде ол жақта шәк бар да, конкретный. Мысалы, бір кісі айтады да жаңа, Алла тағала дейді, Алла тағала. Проблема жоқ қой. Егер Алла тағала аршқа истиуа етсе, онда масаға да истиуа еткен болады дейді. Истиуа ете алады. Истиуа ете алады. Истиуа енді жаңа мастары ғой. Жоқ, қалай болады масаға истиуа етеді деген, ё-моё. Жоқ, ол мындай мәселе де. Маған бүйтіп түсіндіріпті. Мысалы, арш пен масаны салыстырайық дейді да. Арш масадан қаншама есе үлкен дейді да, айтқанда. Мен лично оны андай джихадан түсіндім да, андай бір жақтан, қудра деген жақтан түсіндім осы сәтті. Енді ол қудра Алла құдіретті, бірақ ол жаратылыстарына қатысты емес па? Алла тағала қалаған істей алады, жаратылыстарына қатысты, өзіне қатысты емес қой. Или біз ана кімдер хулилиттер сияқты айтамыз ба? Алла тағала адамның да бейнесіне ен алады деп. Мүмкін ба? Біз нақты айта алмаймыз ғой. Бұл жақта мысалы Усман ибн Саид ад-Даримиді мен нақты айта алмаймын. Ол кісі сондай бір имам мухаддис болып, масаға истауа етіп, маса ұшып кете алады. Масаның үстінде тұрып, мысалы, ұшып жүр деген әңгімені айтты деген мен ойыма сыймайды негізі. Сондықтан мен хүсін зон қыламын да бұл жерде. Ол ешкімнің ойына. Истиуаны қолдана ма, истиқрарды қолдана ма? Истиқрарды қолданады қой, қателеспесем. Вот именно, егер истиуаны қолданса, онда проблема жоқ та, өйткені истиуа деген нәрсе келіп тұр ғой. Именно истиқрарды қолданған ол жерде когда не да? Истиқрарды тәсір ретінде алатын болса истиқрар. Қараңыздар, просто менің бір басыма жетпейтін нәрсе ол кішкентай жаратылысқа Алла тағала мұқтаж болып қала ма, қалай сонда сол басыма жетпей жатыр да. Сонда мұқтаж емес, просто жоқ, мұқтаж емес, просто Алла тағала кішкентай болып өзгере алады деп жатыр да, и қаласа үлкен болып та өзгере алады. Ибн Қайым әл-Жаузия мысалы сөз жоқ қой бауырым, ол жерде көрініс алды деген мағына ғой, яғни проявил. Мысалы Ибн Қайым әл-Жаузия тағайюр мәселесін адам баласын ешкім бекітпеді деп айтады. Алла тағала өзгереді деген нәрсені. Ибн Қайым әл-Жаузия айтады бұны. Бәни адамнан ешкім бұл затты бекітпеді деді. Қараңыздаршы, просто мен айтқым келіп тұрған нәрсе мынандай да, Алла тағала егер солай масаның қанатына отырып ұша алады дейтін болса, демек Алла тағала аршыда деген қалай қалады, ол же қаққа қалады, сонда қалай болып қалады бұл нәрсе ше?
мындай зат қой, әншейін дәремен мысалға аршқа истиуаның жәрді истиқро деп болсын, барлығы сол сипаттың тәфсірі болып отыр ғой енді. Енді аршқа истиуа ете алатын болса, яғни басқа затқа да истиуа ете алады деген сияқты нәрсе ғой бұл жерде. Мен соны солай Арш түсіндім. жаратылыс деген сияқты аналог жаратылыс деген сияқты нәрсе ғой. Франклин айтып тұрмын ғой, егер истива деген сөзді қолданған кезде мен именно истиваны мен айтып тұрмын кезде проблема жоқ деймін. Истиқрорды басқа да ғалымдар қабылдады ғой тәфсір ретінде, кейбір ғалымдар қабылдады ғой. Оны бірақ хиссиян деп ешкім именно айтқан жоқ ол истихрорды жерде. қолданған кезде ол уже проблема алып келеді да. Жоқ, бауырым, ол жерде хиссиян деп айтып жатқан жоқ қой ешкім. Жоқ, енді түсіндіріп берші жарайды онда истихрорды. Не деп түсіндіріп бересіз? Объяснение бар ма? Сифат ретінде алса, айтып отырмыз ғой, біз енді жаратылысқа қатысты білеміз ғой, неме екенін. Бұл заттың ешкім хақиқасын алып келе алмайды ғой, Санақи бауырым. Мысалы, олай любой сифатқа қолдануға болады. Мысалы, енді матрудиларда мындай тема бар да. Егер біз ятты мысалы қол деп аударсақ, онда одан бүкіл мәлзуматтар шығып кетеді деген тема бар да. Яғни қолдың мәлзуматтары шығып кетеді, яғни Аллаға нұқсан болады дегендей ше. Ондай сөздер бар мысалы кәлам иелерінде. Бірақ олармен мысалы хамбалиттер бар. Бірақ хамбалиттер мысалы кейде Бар, олар айтады мысалы біз наоборот мәфхумды бекітеміз да мистақ жоққа шығарып жібереміз дейді да. А мәфхум Аллахқа қатысты ол өзгереді дейді. Яғни біз сол Осман ад-Даримида келе ма? Қол ол хақиқи қол адамды сол қолмен мыжып жаратты деген? Бұл жерді мен айта алмаймын нақты. Болды ма жоқ па? Өзінің сифатымен жаратты деген келеді ғой енді ғалымдар. Яғни мысалы әрине бір қолдың мәфхумы не деп түсінуге болады? деп ешкім айтпайды. Жігіттер ят деген сифат деп сөйтіп алып сол сифатпен жаратты десе, мен где-то что-то түсінемін. Бірақ қолымен мыжып балшықтан жаратты дегенді, қолымен мыжып жаратты дегенді мен түсінбей жатырмын. Соны түсіндіріп беріңіз. Мыжып дегенді мысалы тәдбирмен мыжалады. Мысалы ят тәдбирға дәл ете алады. Диляля бола алады да. Как получается, как пластилинді адам мыжыса, мен саусақтарын адам ұқсатпаймын адамның қолына. Денелік мағына ғой бауырым, ол бұл жерде олай емес. Сонов, сен сәләфисің ба? Тағы да қалай? Сәләфисің ба деймін сен? Енді мен өзімді солай позиционировать етемін. Алланы қол деп ассың ғой сен қазір, иә? Қол деп нені айтып ассың? Ханбали Асари сияқты ғой негізі. Солай. Жоқ, қол дегенде мен түсіндіріп жатырмын қайтадан. Сифат десек, оған ешкім қарсы шықпайды сифат ретінде. Бірақ бір нәрсені қолдың негізгі хақиқи мағынасы алу, беру, ұстау бөлек нәрсе. Жоқ, хамбалилерде бола ма не аударуға? Хақиқаны жоққа шығарады. Екке бөледі ғой мағынаны. Жаратылысқа қатысты мағына бар дейді, Аллахқа қатысты мағына ол емес дейді. Міне осы сатты айтып тұрмын. Жамырамаймыз. Санақи кімдерді қалдырайын? Шығар дегенді шарт істей салайыншы нам. Жамырап кетті. Жоқ, мен шығар, біреу шығармай деп нетпей қойын, просто өздерің қараңдар. Ассалаумағалейкум рахматуллахи ва баракатух. Юрам қарындасым қалайсың, жақсы ба? Жоқ, менде сұрақта мынандай, матрудилер қол деген нәрседе не аударуға қатысты хамбалилер жалпы бола ма не аударуға хамбалилерде? Бізде аударғанда мәлзуматтар шығып кетпейді. Матрудилар айтады, егер кәлам жағынан қарасақ, қол деп аударсақ, ода мәлзуматтар шығу керек дейді. Өйткені қолдың мәлзуматтарын біз білеміз дейді. Қол дегенде міне жасатты, дене да кәдімгідей. Қандай хамбали айтты, басқа тілге аударуға болады деп? Ұстаз айтып отыр ғой бізде мысалға. Біз имамдардан итбатты ұстанған білесіз ғой сіз. Жоқ, мысалы аудару автоматически тәуилді білдіреді да уже. Өйткені сен көп мағыналы сөзден бір мағынаны бекітіп тұрсың да. Аударғаннан кейін оны тафуит деп айта алмайсың да уже. Ол тафуит емес қой. Иә, мен айтып тұрмын, тафуит жолында именно. Бұл исбат. Бауырым енді мағынаны исбат қылсаң проблема жоқ қой. Бұяқта біз бір мағынаны, бір мәфхумды исбат қылып жатырмыз. Енді қара, уже сол тәуилге кетеді да, өйткені сен қол деген жалпы яттың бірнеше мағыналарын ішінде қол таңдадың да. Бұл уже тәуил жолы да уже. Бізде енді тафуит жолы, тәуил жолы бар. Егер де тәуил жолын ұстанып аударсаң, болады да. Ол проблема жоқ. Ал егер именно тафуит қатып қалатын болса, ол жерде ят күйінде қалады ол. Жігіттер, бір сұрақ бар. Тафуидул ма'на болса, ол ят болып қалады.
ал егер бұл жақта исбатул ма'на ва тафвидул кейф болса, онда бұл жақта бізде мантықи мустақты жоққа шығарамыз да мафхумы ғана қалады. А мафхумы не? Мысалы, Ибн Таймияның өзінің кітабында, қазір мен ашайын, оқып беремін қазір. Сөйлесе берсеңіздер болады қазір. Сұрақ қойып жіберейінші мен. Мына жақта Алла тағала Құранда біз деп сөйлейді, неге? Кәләмында біз жараттық деп айтады. Мен демейді да. Мен дегенді аз қолданады, бізді көп қолданады. Неге? Соның сыры неде, кім біледі? Араб тілінде деген сыйластық мағынада келеді ғой. Типа Фатима отыр бізге. бұл жерде Жоқ, басқа просто сығанакей мына жерде Алланың қолы ядуллах деген мәселелерге кіріп жатсыздар ғой. Сол мәселелер діннен шығарып жібермей ма деп жатқаным ғой, жаңағыдай қол мұжып иледі деген мәселелер. Бізді мұсылманның 40 парызында Алла қайда деген мәселеге кіріңдер деген парыз жоқ қой деймін да. Оған ол Аллаға мысал жүрмейді дейді. Мына жақта бәрі мысалды келтіріп жатыр да, мысал деп. Бірақ Құранда бекітіп тұр да, ол Алла теңеулерден пәк, яғни оған мысал жүрмейді деп тұр да. Біз сол аятқа тоқтауымыз керек емес па деген ғой. Мына жақта масқара фитна болып жатыр ғой. Маса Даримидің несін сөзін келтіріп жатыр. Оны Ибн Таймия утвердить еткен еще ше, қолдаған былай айтқанда. Уалиллахи мәсәл а'ла дейді ғой. Аллахтағы мысал нәрсе деген пәк қой. Бұл жерде Алланың өзіне конечно. Сығанақи братына естіп отырсам анандай болып тұр да, уже как будто бір Алланы көріп, жаңағыдай жарату процесінде қалай іске іс жүзіне асқаны, сол нәрсені. Соның бәрін біліп отқандай болып отыр да. Оны Аллаға тапсырған жөн емес па, бауырлар? Біз білмейміз ғой оны. Қол деп нені келтіргенін, истава деп нені келтіргенін білмейміз ғой. Иман етеміз, болды соған. жоқ, АВГ-да қараңызшы. Бұл жерде Мынандай мәселе болып тұр ғой. Мысалы ше, мен өзім ойлап қарап отырмын да, мен не үшін бұндай сұрақ қойдым да, потому что ізденіп жүрмін да. Қарап тұратын болсан, Алла тағала астынан шектелген дейді, бірақ енді былай логикаға сай келмейді да. Мен сол үшін осындай мәселеде сұрақ қойып жатырмын сәләфи ақиларыма. Енді іздену керек қой. Соқыр ермеймін ғой сәләфияға ше. Сәләфия болғанда да іздену керек деп ізденіп жатқан түрім. Қарындасымен қара енді. Алла тағала жаңа, яғни біз Алланы тану, ол да бір біздің парызымызға кіреді. Алланы не үшін жаратты дегенде өзін тану үшін деп те келтіреміз да, құлшылық үшін деп те келтіреміз. Бірақ бұл жерде Алла айтты ғой, сол мәселеде менің қайда екенін іздегендер деп айтқан жоқ қой Құранда. Маған сендердің таптаза болған жүректерің ғана қажет. Жүректі немен тазартамыз деген сұрақ ешкімді қызықтырмайды. Алланың қайда отқаны қызықтыра ма? Мұсылмандардың эфиріне кірсек та, енді өздеріңіз білесіздер не тема қозғайтындарыңыз. Просто мен ой қосып кетіп жатқаным, жүректің көзін, жүректі қалай тазалаймыз? Аллаға таптаза болып баратын. АБГ-да Алла тағала бір жерде тұр деп ешкім айтқан жоқ бұл жерде. Сен қайда деп Алла қайда деген сұрақ ол шайтанның сұрағы деп Абай атамыз Машһүр Жүсіпке айтқан. Осы сұрақты шайтан салғанына мен кешірім сұраймын деген Машһүр Жүсіп. АБГ-да біздің сәләфи ақилар Абайға адасқан дейді ғой, қойсайшы, оны қабылдамайды Абайдың сөзін айтпақ. Болды, хорошо. О кісіні адасқан деген болса, онда осы жерден спор аяқталды. Мен шыға берейін. Біздің нелер сәләфи ақилар оны адасқан дейді енді. Холид ақиға айтыңдар оны. Болды, түсіндім. Қарындасым кім нені айтатынын түсініп отыр ғой мына жақта. Сығанақиді танимын, кімдерді танимын, біраз жігіттерді танимын. Сонатпен сөйлесейікші. Астындағы жігітпен. Мен шыға салайын. Бір іздеуге кетті, ол кісі бір іздеуге кетті, достар. Ол кісі қазір келмейді примерно. Сәләфи ма ол жігіт? Жоқ, мысалы мен испат ететіндерді аударатын білмейді екен мысалы. Өйткені испат деген нәрсе қатты қарсы да. Сағанақи, Нәркес ұстазды танисың ба? Иә. Мен бірақ сол айтты ғой, аударсақ проблема жоқ деп айтты. Жоқ, аударсақ проблема жоқ дегенде именно тафвид жолын айтқан жоқ, ол жалпылама қол деп аударсақ бола береді деді. Прям сол сөз бар. Жоқ, енді Нәркес ұстаз бұл жерде дәлел болмайтын шығар, енді жалпылама ғалымдардың сөздеріне қарай айтып жатыр ғой енді ол сөзді. Жоқ, кім? Енді мен бірақ ауыр айтсам да бар ғой, соңғы кездері шамадан тыс андай қылып кеткен сияқтысы ше, өзгеріп кетті негізі. Сәл өзіңізді, сәл неңізді, ақидаңызды тұрақтап алсам, просто шамадан тыс біреулермен араласып, андай бір түрлі болып қуып бара жатқан сияқтысыз да, Франклин ақи. Сәл артқа қайта сал. Кайфия мәселесі қатты кіріп кеткен секілдіміз ше. Мынаны қарап отырмын, тыңдап отырмын, бара қатты кіріп бара жатыр. Негізі бір нәрсе, бір теманы
нақты белгілеп сол теманың жауабын айтып сонымен тәмамдау керек ше. А то бір мәселеден екінші мәселе қайтадан ашылып кетіп жатыр. Сол мына Хюррем Сұлтанның бір мәселесі именно осы бір сұрақ бойынша ашты бұл эфирді. Соның сұрағымен тәмамдап, негізі осы эфир жаба салған абзал болады. А то қарап отырмын былай бара-бара ашылып жатыр. Ашылған нұры бар, ашылып болған нәрсе ғой бұл. Айтып жатқан нәрсе ол сәләфилер. Не бір нәрсе айтып тастаған олар. Қазір айтып жатқан нәрсе емес оны. Оны дұрыс емес екенін түсіндіру керек қой оны. Айта бер. Сен қазір эфир жапқан оны айтылмай қалмайды ғой, айтыла береді ол. Ол не бір нәрсе айтып тастаған баны, масаның нәрсені масаға отырады деген нәрсе. Короче, просто менің ішім ашитыны, кейде енді мен сәләфиттер манхаж бойынша бөлінеміз ғой енді. Сол манхаж бойынша шамадан тыс қателесетін сәләфиттер бар да ше. Мен соларға әдейі айтамын да, олар вообще Алла Тағалаға, мысалға мен манхаж бойынша қателескен до того тупой сәләфиттерді көргем. Олар сәләфит деп айтуға да аузым бармайды, олар адасқандар. Мынандай да, Алла Тағаланың киімі бар дейді, Алла Тағаланың көлеңкесі бар дейді, Алла Тағаланың андай бір, былай айтқанда киіндіріп үйі пайда болып, көлеңкесі пайда қылып, былай айтқанда пұттан айырмашылығын қалдырған жоқ та. Мен поэтому айтып жатырмын да. Қанақи бауырым. Ихван ғой дейді. Ихванка, сондай ихванка ба, сондай бір беле болады. Қанақи бауырым, осы жердесіз ба? Иә. Мен таптым да Баян Талбис Жахмиді. Кімнің Ибн Таймияның бұл жерде айтады. ونحن لم نفهم من قولنا بنى فلان وكتب فلان ما فيه في عمله من المعالجة والتأثرة إلا من جهة علمنا بها الحال الباني дейді. Яғни біз жаңағы біреу құрды, біреу жазды дегеннен осы затты жасаған фаилнан, былай айтқанда бір әсер тигізген адамнан білеміз дейді да хәлін. Мысалы, егер біз бәнә фулан десек, онда одан түсінікті бір нәрселер шығады да. Яғни біреу құрды дегенде, яғни қолмен құрды, кірпішпен құрды, тағы да басқа, немесе кәтәбә фулан дегенде, яғни карандашпен жазды, қолмен, кәдімгідей. Соның барлығы түсініледі да. Енді логикада солай ғой. Былай айтқанда. Енді айтады ла мин жихати муджарради лафз дейді. Тек қана бір бұяқта лафз әсер етпейді дейді. Бәлки фаил әсер етеді дейді. Лафздың өзі мысалы бәнәді, ал нақты бір затты беріп тұрған бізге фуланды. Яғни бәнә құрды, фулан ол не? Ол адамды. Адам қолмен құрды. Сондай сияқты. Аслахакалла дейді, Алла сені дұрыстасын дейді. بينما دل عليه مجرد اللفظ الذي هو لفظ الفعل وما يدل عليه بخصوص إضافته إلى الفاعل المعين дейді. Сондықтан фарқын түсін дейді. Егер бір жай ғана мужаррадул лафз бір сөз бір фиилға дәл қылса, яғни соған көрсетсе, онда сен оны фаил бір муайян болған, бір түсінікті болған фаил жағынан қарастыр дейді. Яғни бізде мысалы дәл солай, мысалы Ар-Рахману алал арши истауа. Алла Тағала аршыға истауа етті. Кім истауа етті? Алла. Сондықтан бұл жақта бір мақлұқаттардың истауасы, немесе жаңағы А точкасынан Б точкасына көтерілу деген заттар түсінілмеу керек. Кім осы истауаға қатысты кім сен не деп айтасың жалпы? Истауасы бастауы бар деп айтасың, бастауы жоқ деп айтасың ба? Аллахтың аршыға истауа етуін. Алла Тағаланың аршыға истауа етуін бастауы бар ма, соны бар ма дегендей ма? Жоқ, мен Алла Тағалаға қатысты мысалы мен бидая деген затты ешбір нәрседе бекітпеймін. Жоқ, бастауы бар или бастауы жоқ болды? Жоқ, бастауы жоқ. Демек аршыға сен көтерілді деп мағыналасың ба истауа дегенде? Аршыға көтерілді дегенде бұл жақта истауа мағынасы мен бәйін мен халқихи деп түсінемін. Яғни өзінің мақлұқаттарынан қалай айтсам болады, өзінің мақлұқаттарына кірмейді. Өйткені жахмилар келіп, мысалы, сәләфтарға келіп сұрақ қойғанда, өзінің сәләфимін деп айтамын деген сәләфилер көтерілді деп алады да оны. Сен көтерілді деп аласың ба истауаны? Жоқ, сәләфилер дегенде егер Ашарит қой бұл. Жоқ, ашари емеспін мен. Ашари болмай ақ та қойшы. Жас. Әтәрим. Қалай? Әтәри хамбалимін. Ашариттермен келіспеймін дедің ғой.
келіспеймін дегенде қалай әсер етіп болғанда өзі әсер еттің негізі өзі емес негізі. адасуға шығарасың ба әлде былай келіспейсің ба просто? мысалы ибн таймияның өзі ашарилар бөлгенін білесіз ғой өзіңіз сығанақ Келіспейсің. мысалы кейбіреуін айтты иә жахмилардың жаңағы несіне кіріп кетті деп ше жаңағы мубалағасына асыра сілтеушілікке кіріп кетті деді. Кейбір ашариларды ахли сунна деді, өзінің шейхтары ашари болған көбісі мысалы ибн таймияның. Енді сол ашариді қалай бөліп қарастыруға болады қазір? Мен айтамын, ашарилар асылында ахли сунна деймін, бірақ кейбіреу мубалаға қылып шынымен шығып кеткен жахмилардың әңгімесін айтып кеткендер бар. Жоқ, енді кейбіреу деген нәрсе енді көптікпен үкім беріледі ғой жалпы. Ашари деген кезде мысалы кез келген топтан кейбіреулер деген табылады да. Жалпылама айтып жатыр. Жалпы сауадул азам ретінде қарастырсақ, ең көп енді ашарилар ғой шынымен айтқанда. Сауадул азам деп қарастырсақ, былай сұрайыншы. шейхтарым ашари да. Иә, түсіндім. Менің де шейхтарым ашари мысалы. Кейбіреу мубалаға қылады, кейбіреу келіспеймін мәселелерде мысалы. Түбегейлі мысалы шығарып жіберу дейтін жоқ менде. Мысалы сауд мәселесінде сауд пен харфты кәләмулла қатысты. Қадим ғой, әзәли. Қадим, әзәли. Мысалы харф деген нәрсе бірінен кейін бір жүреді да негізі. Негізі солай, Иә. бір тәртіп болады. Аллаға қатысты харфты қалай түсіндіресіңдер деген ой жоқ. Осыған қатысты мысалы енді бұны имам Бұхарида айтып кеткен, басқа да имамдар айтып кеткен, енді харф пен саудқа қатысты. Осы жерде біз жаңа тәнзихті қолданамыз. Осы тәнзихті қолданғанда бізге айтады, қалай тәнзих қолданасың дейді. Біз білетін харф тек біреу дейді да, сол тәртиппен жүретін харф дейді да. Бірақ Ханаbilaдің ең бірінші насты қояды да, әулә қылып, кәләмнен гөрі. Наста сарф жоқ та, харф жоқ қой. Әсарда харф жоқ, бірақ харфты мәлзум қылып алған ғой. Мысалы, жаңа Құран арабша түсті, біз арабша түсірдік, жаңа мубин болған, арабша тілмен түсірдік дегенде харфты мәлзум қылып алған. Бірақ бұл жақта проблемадан шығу үшін не істеді? Қадим деді, және де махлуқаттардың харфты шығаруындай тәртіп болмайды деді. Болды. Жалпы бұл мәселеге кірмеді негізі ше? Тәртіп мәселесі. Бұхарида негізі екіге бөлінеді ғой, андай произносимый, произношение деп екіге бөлінеді. Лавзилар мен фитнаны айттыңыз ғой примерно. Енді ол лафзы жарайды. Просто именно жаңағыдай біздегі енді Матридидің кітаптарына келген кезде именно Ханабиланы осы мәселеде қателесіп шығарады да бізде. Сауд харфты айтқаннан кейін олар общем никак қадимға келтіре алмайсың дейді да харфты просто бізде. Имам Тафтазани, мысалы имам Тафтазани осы мәселені айтады ғой. Жаңа бірақ оған имам Қасталани қарсы шығады, мысалы, ол да Матруди. Сонан сұрақ қойып жіберейінші мен, кім? Тафтазаниға қарсы шығу үшін соны деңгейіне жету керек қой. Бірақ имам Қасталани оның кітабына хашия жазып тұр ғой. Даусым шықпай тұр ма? Жалпы дейін да. Олар да мутахир ғой, бүкілі мутахир енді. Бізде критика солай да, бізде критикаға жасау үшін мына жақта бір нәрсе айтып жатыр. Айтып жіберіңіздерші. Нақты оны бүйтіп не істей алмайсың да, енді ғалымдар болғасын болады ондай. Бір айтқанда. Просто бізде кәләмда именно ақидада Тафтазанидің несі уровені өте жоғары ғой. Мен түсінемін. Әрине қатесі жоқ деп айта алмаймын, әрине қателескен жерлер бар ғой онда. Жалпы айтқаным ғой. Бірақ онымен келіспейтіндер ғалымдарды да табуға болады негізі. Матрудилардан болсын, ашарилардан болсын, оның арасында конечно, мутахирлердің бәрінде ондай көп. Ибн Хаджардың өзі мысалы кім бар, тағы кім бар? Мысалы ашарилардың арасынан Адуддин әл-Айджи, ол кісі мысалы вадаиятта, мантықта үлкен ғалым болды, ашари болды. Бірақ та кәләмуллахқа қарсы харф пен саудты бекітті. Ахирин нелерден хамбалилер әлі до конца бекітіп жатыр ма харф пен саудты? Мутахирин Ханабила дегенде кімді меңзейсіз? Сол қызық. Ғасырлардан енді соңғы 10 қазіргі ма? Қазіргі біздің заманымызда? Қазіргі дегенде вообще білмеймін, қазірде біреу бар ма? Қазір мысалы Азхарда бар. Азхарда. Танымаймын просто қазіргі хамбалилерді. Негізі айтамын да, осы сауд пен харфты айтса, осы тағрифін беретін болсақ, естуге болатын нәрсе деп және түсінуге болатын деп беретін болса проблема болмайды ғой негізі.
негізі харф сауд деген әлаттардан емес па кәләмді жеткізудің? Сол ғой. Естуге болады, ести аласың, ести алмайсың бес па негізі отличие екі топтың бір-бірінен. Мысалы, менде бір кәләм пайда болды, мен оны либо жазам, либо айтам, либо там ишаратпен көрсетем деген сияқты ғой бізде. Енді ол лугавиларда ғой, нахуиларда ондай емес қой. Оларда енді ол жерде кәләм дегенде именно енді ол тілді зерттеп тұрғаннан кейін уже сөйлеуді қамтып тұр да ол жерде просто. Мен нахуимын бұл сұрақта. Тарапты бекітесің да, бірақ тарапты бекітесің ғой да, тоже ханбалиттер сияқты кейбір. Джиха ма? Иә. Ибн Қудам әл-Мақдиси мысалы джиха мәселесін бекіткенде ол. Бірақ границу отрицаешь да, как Ибн Қудама бұяр. Граница хат па? Хат, иә. Иә, жаңағы алты жақтан шектелмеген деген затпен келісем. Бірақ хат дегенде енді көбінесе бәйін мен халқихи дегенде мензейді ғой. Сондықтан қатты әңгіме етпейін да ол үшін, ол просто мұстарахаттар ғой. Хатты мен бір жерде мәужуд деген мағынада да қолданған дейді да, оған қалай айтасыңдар негізі? Хатты хақиқа деген менде қолданылады ғой негізі. То же самое. Егер хақиқатан қарастырсақ, егер ашарилар мен матурдилардың айтатын хақиқа тұрғысынан қарастырсақ, хатты жоқ. Алла тағала хат немес. Мысалы, тән емес та. Егер ашарилар мен матурдилардың көзқарасымен қарастырсам. Иә, бірақ джиханы отрицать етпейсің, но арақашықтық деген нәрсені отрицать етесің ғой тоже, иә? Мәсафа ма? Мәсафа мәселесін мысалы. Мәсафа мәселесін отрицать етем. Егер біреу айтса мысалы, Усман ибн Саид ад-Дарими мен мысалы мен оған айта алмаймын да, сен мәсафа бекітіп тұрсың деп. Неге? Өйткені ол бекіткені жоқ қой. Оның бекіткені жоқ қой ондай. Өйткені ол хисси десе де, ол қалай түсіндіріп тұр? Аллаға жақындық ол аршқа жақындық дейді де. Аршқа жақын болса Аллаға да жақын. Даримидің андай сөзі бар ғой. Жаңағы махлуқ Аллах тағалаға әртүрлі деңгейде жақын, бірақ Аллах тағала барлық махлуққа бірдей жақын деген сияқты. Бірінші сөзін жоққа шығарады. Поэтому расстояниені тоже утверждать етіп отқан жоқ негізі. Көбісі ваххабиттер бірінші сөзді алады, и екіншісін айтпайды уже. Негізі екінші сөзі бірінші сөзін жоққа шығарады ғой, по идее. Иә, сондай. Просто маған қызығы осы әсәрді алып келді, бірақ астындағы түсіндірмесін айтпайды. Неге? Онда сенің айырмашылығың бар ма? Жоқ, мысалы кәләм мәселесінде ханбалилер мен Ибн Таймияның ұстанымы бір емес қой негізі. Кәләм мәселесінде ма? Ол мұхтасиді ғой мысалы. Мысалы Ибн Таймия, ол яқта ол не істеді? Ол яқта ол кәләмға кірді. Кәләм дегенде кәләмулла емес, фәлсафаға кірді. Иә. Өйткені Ибн Таймия енді фәлсафада мықты болған, оны признавать етсем, базар жоқ. Бірақ енді кірмегенде жақсы болар еді деп айтатын едім да. Оның барын мысалы қазір браттарға айтсам, ол айтады да, жоқ, қалай Ибн Таймия фәлсафаға кірмеген? Негізі кітабын оқысам полный мантыққа толы да. Иә. Оны білмейді ғой көбісі, оны білмейді ваххабиттердің өзі. Ол кәләмі бар екенін тоже. Бірақ кәләмі ашариттердің кәләміне бөлек болып кеткен кәләм, бірақ оның кіші. Бірақ басқаша кәләм, шынымен басқаша кәләм. Бірақ негізі таза мутакаллим болып. Сөйледі дегенмен қалай келісесің бе сонымен? Жоқ, мен ойлаймын да, негізі қазір енді егер жағдайға қарасақ, мысалы браттардың көбісі мысалы Жамиатул Исламия болсын, Уммул Қура болсын, брошюркадан шыға алмай жүрді. Негізі. Басқа да жамиаларда да дәл солай. Мысалы қазір толиптардың деңгейі өте төмен да. Шынымен брошюркадан шыға алмай жүр. Неге шыға алмай жүр? Әлі жоқ. Инструменталь наука жоқ. Мысалы, мантықтың там базовый нәрсесі жоқ қой, мантықтың даже. Ол мантық дейтін ханбалиларда бар, шафииларда да бар, ханафиларда да бар. Бүкіліне сен по-любому мутақаддиминдердің кітабын ашқан кезде мантықпен кездесесің. Ол жақта мусталахаттармен кездесесің. Жоқ, сен үшін мантық харам. Болды, кітап түсінбей отыр онда. Сол мантық харам дейді. Философия дейді. Алжисың ғой. Мантық дейтін ол сол кәләмді философтарға қарсы қолданды ғой, на самом деле инструмент қылып ше, бұларға айтып. Сәләфилардан Махир Амир деген шейх ұнайды. Мысалы,
жаңағы өзінің кітабы бар, интисарут тадмурия дейтін. Енді сәләфи окружениеда қатты танымал кісі негізі, жас кісі өте. Ибн Таймияның кітабын енді шағып тастаған маза жоқ. Сәләфи кісі, Махир Амир деген кісі көбісі танитын шығар бәлки. Сол кісінің интисарут тадмурия дейтін 700 беттік кітабы бар да, жаңағы тадмурияны енді қысқартқанда, айтқанда. Енді ана кісі тоже говорит то же самое. Ана кісі сәләфи болса да мантығы страшный, білмеймін. Кәдімгідей мантықпен разбирать етеді кәдімгідей. Бірақ сәләфи да. Сәләфи болса не болыпты енді, адам емес па не? Красавчик. Мынандай сұрақ қой. Қазіргі уахабилік ақиданың көзқарасымен жалпы бір ақиқатқа келуге бола ма жалпы осы үслубпен, осы немен? Осы үслубпен, келуге болады негізі ақиқатқа. Бірақ ояқта мындай нәрсе бар да, тақлидтан шығу керек та. Тақлид қоя бұларды. Тақлидпен шықпасы болмайды. Жоқ, анау мысалы Ибн Таймияның изначально есінде келген опасный не, да, просто бастаптан уже ше. Анау тоже Ибн Таймияның кітабында келген моменттер бар ғой, мысалы қатты не қылады ғой, Шейхул Ислам деген бір Ибн Таймия елестейді олардың көзіне. Соны айтсаң, алдыңғы уақыттаошым шошайтынше, қой жоқ, өтірік ол, мүмкін емес деп. Көз жеткеннен кейін оны ответ бермей, кейбіреулер тәуил жасап дұрыс түсінбейсіңдер деген сияқты нәрсе айтып шықты ғой. Просто андай мәселе да, мысалы, мен конкретно айтайын енді, Шейхул Ислам Ибн Таймияның кітабын мысалы оқудың өзі проблема, негізі. Бірталай әлі керек та, ояқтың өзінде де уатаят керек, адабул бахт уал муназара керек, енді ол оңай, жақсы. Бірақ мантықтардың кем дегенде екінші деңгейде өту керексің да, какой-то бір муғни туллапты мысалы ше. Сондай пример. Сосын мақулат ал-ашр обязательно керек. Аристотельдің 10 категориясы. Өйткені мысалы тасалсул фи сифатилла деген мәселені қарастырғанда Ибн Руштқа тағы да фәлсифаларға жаңағы рад жазған кезде ол қолданады мақулат ал-ашрды. Аристотельдің 10 метод жаңағы несін? 10 категориясын. 10 категориясын қолданады мысалы Аристотель. Неге? Өйткені Ибн Рушд жаңағы Әл-Фарабилар олар тәсәлсүл хауадисті бекіткенде осы мақулат ал-ашрмен бекітті да. Сондықтан оқу керек. Сондай. Мысалы, маған ұнамайтын нәрсе андай да. Енді көтере алмайтын нәрсеге бастығу деген тема ғой. Айтқанда. Мысалы, андай бір реттілікпен, бір ақиданы көтеретіндей бір кітаптардың бір андай тәртібі жоқ та? Тәдәрүж жоқ, вообще жоқ. Мысалы, ашариттерде уже бір сануситіне жетіп жатыр да, мысалы? Не выпрашивать, я не буду выпрашивать. Я самое главное дал человек, если другие... Әркімді кіргізе бермеші құрсын, бір әр жерден білесіз. Әр жерден болды, поняла. Толтыра бермесіңдер. Жан-жақтан толтыра бермесіңдер. Босатпен. Шариларда тәдәрүж бар, мен келесем онымен. Санусидің өзі басынан бастап, былай айтқанда көтеріп береді да. Мен де Санусиді оққан мысалы. Имам Санусидің, бір Санусиді оқалғандардың өзі ашариттер мысалы спокойно мантықпен немен атеистпен де анамен де мынамен де спокойно сөйлесіп жүр да. Бір жүйеге келгенше. Уахабилерде мысалы көбінесе бір әсәрлерді жинап алған кітаптарды оқиды ше. Сунан нелерді. Китабу сунналар неді оқиды да, сосын сонымен жүреді ше. Әр жерге әсәрлерді таратып. Китабу суннан өзін көтере алу керек та. Ол үшін мусталахул хадис керек ең бірінші. Мысалы сен хотя бы бір тадриб рауиға жету керексің да. Немесе Ирақидің әлфиясына ма бір хотя бы. Не үшін? Өткен сен дейтін. Ананың ішіндегі мысалы сен ананың ішіндегі рауилар кім екенін білмейсің да даже. Сол айтып тұрмын ғой. Енді сол айтқам жағы осы услубпен жалпы хақиқатқа жетуге бола ма деп сұрағаным осы да. Мысалы соларды жинап алып ана жерден мысалы әр жерге мына жерге атып жүреді да. Мысалы хат міне мына жерден екеуін алып беремін, болды фук. Там фиқл ма, давай мынау міне деген сияқты. Бірақ өзі не әкеліп жатқанын өзі түсінбейді да бірінші кезекте. Сен қалай өзің бірінші түсінбеген нәрсені біреуге түсіндіргің келеді да уже. Ол тәсәһүл ғой. Өте тәсәһүл. Қазіргі сәләфиттердің проблемасы хадисте сол мұсталах хадис оқымаған себептен де кешегіден мысалы Бухайзайма сияқтылар айтады. Сендер нені хадисті не қыласыңдар дейді,
мойындамайсыңдар дейді ахад хадис. бірақ ахад хадистің өзінің іші қарайтын болсаң, кіретін болсаң, оның ішінің негізгі основасы үшке бөлінеді. Үштің ішіне қарайтын болсаң, бар ғой сахих хадистер. Проблема да олар. Оқымаған себептен өзі білмей тұр да ахад хадистің нешеге бөлінетінін. Жұмғурда хабар ахад қабылданды кезінде, мысалы. Қазір те хамбалиларда қабылданады, айтады, хабар ахадты қабылдаймыз дейді. Бірақ ахнафтарда олардың усул хадиске қатысты өздерінің несі бар ғой, мұсталахаттары. Мысалы, егер мұсталах хадис оқысақ, онда бізге ахнафтардың бірінші енді мұсталахын білу керекпіз да, қандай айырмашылығы бар екен. Мысалы, хадистің өзіне де қабылдау мәселесіне қатысты ахнафтар басқа шарттар қояды да, мысалы. Рауидің өзі амал қылуы дейтіндей. Өйткені неге? Өйткені ахнафтар басынан усулилар болды. Мысалы, сондықтан олар усулге келтіріп мұсталах хадис жасатты, былай айтқанда. Сенде усул болмаса сен хадисті шығара алмайсың ғой, даиф, сахих екендігін оны білмейсің ғой сенде усул. Имам Лакнауи бар, матрудилардан мысалы ше, ханафилардан. Маған имам Лакнауидің мысалы манхажы ұнайды. Қай жағынан ұнайды? Мысалы, фиққа қатысты хадистарды қабылдау мәселесінде. Қол байлаудың өзінде мысалы ше, жаңа ташахудта қол көтеру мәселесі, пальчик ше. Бізде мутаахириндерден ол хадистан әсерленген деп айтамыз оларды. Мулла Али Қари олардың мысалы хадистан әсерленген деп айтады. Имам Лакнауи хадистан әсерленген дейді. Бірақ маған ұнайды солар манхаждары, қызық өте. Жоқ, манхаждар енді конечно жаңағындай әхл хадис болса ұнайды да. Бірақ енді ханафилер өз ерекшелігімен сол усульмен өз ерекше да. Просто білмейді, сближать етуге тырысады да енді. Соңғы нелері жаңағындай жан жақтағы жұмхурға, шафиға неге қалай жақындатуға тырысады да олар соңғы жақтары. Мен енді өзім ойлаймын, білемін, сол дейді алдыңғы жаңа неде қалу керек шығар деп ойлаймын да, мен пайымымша. Мысалы, Жувайнидің уарақатымен бір усулу шаши ашып көрсек, мысалы, немесе манар ашып көрсек, мұхтасыр манар мысалы ше. Негізі ханафилардың усулдары қиын. Андай база жоқ. Қызық өте. Мысалы, мен өзім әбәди усулмен усул шаши оқыдым да, ұстазбен. Қызық, жақсы. Енді мен просто айта алмайтырмын да, қиын ба, қиын емес па, потому что мен өзім ханафидерден басқа ешқандай нені оқыған жоқпын. Мәбәди усул нені усул шашиларды оқыдым тоже. Бірақ салыстырады десем басқа нелерін усул оқыған жоқпын. Соны салыстыру үшін бір-екі не жетпейтін шығар мәлімет. Ол кәдімгідей үлкен еңбекті оқу керек шығар екі жақтан да усул. Шынымен сондай. Мысалы, усулдың өзінде жаңа мәбәди усулды оқысаңыз, кімнің? Абдул-Хамид ат-Туркманидің жаңа тақиқы бар ғой. Соны мысалы басында алып келеді ғой, үш манхажды түсіндіріп. Манхажул мутакаллимин, манхажул фуқаха, манхажул жама' байна. Байнахума деп ше. Мысалы. Негізі менің ойымша усули болу үшін үш манхажды зерттеген жақсы да. Ол манхажул мутакаллимин болсын, манхажул фуқаха болсын, манхажул жама' болсын. Мысалы, имам Тафтазани мысалы манхажул жамa'да жазған да, усул кітаптарын. Ассаламу алейкум. Енді Тафтазани өзі жалпы андай ғой. Алейкум ассалам ва рахматуллахи. Нақты нема, ханафи ма, шафи ма білмейді ғой негізі. Жаңағы ахад хадис жөнінде деймін да, ана кімнің кәрімнің сөзі ғой, Абу Хузайман. Сіздер ханафилер ахад хадис ақида. Жалпы ақидада деймін да, ақида самғият тақырыптамды, самғиятта, сосын мына нұбуатта көп хадистер ахад жолмен келген ғой, оларды алып тастасаң уже болмайды ғой, ақида болмай қалады ғой. Сондықтан да ахад хадистер көп қой, бірнеше жолмен келеді. Бірақ та олардың барлығы самғияттағы темалар. Көбісі. Сол сияқты нұбуатта. Андай тұрса ханафилар айтады ғой. Ахад хадисінде шәк бар деп ше. Енді теоретически қарайтын болсаң енді бір адамнан кетсе сихат болған өзінде ол адами фактор деген нәрсені қарастырамыз ғой бәрібір. Сондай. Зонный дейміз оны. Сосын таватир хадистен ол жерде просто мына жігіттер дұрыс түсінбейді ғой, көрдің ба, андай буквально түсініп алады ғой, мутаватир хадис болу керек дегенде. Негізі мутаватир хадис санайтын болсаң, өзі санаулы хадис. 14, 15, 16, 17, 18 хадис. Мысалы,
лафзан мутаватир. А мағнауи тұрғыда олардың барлығы немен сол ахат хадистер бір бірімен қосылып кейбір ахаттар солай мутаватирге жеткен, кейбір ахаттар мәшһүрге жеткен. Қалған ахаттар енді жаңағыдай ғариб болмаса, не болмаса, олар да енді көп емес қой, қалғандар уже немен ненің арасындағы ахаттар ғой деймін да, олар барлығы бүкіл ақида кітаптарында ашғарилерді де матуридилерді де сол бір хадистер ғой негізі, барлығы дәлелге алынып отқан, келтіріліп отқан мысалы. Енді ана кімдер келеді да оны басқаша түсіндіргісі келеді да, как будто жаңағы ханафилер мутаватир хадис болу керек, ана лафзи тұрғысынан деп жаңағыдай. Сөйтіп андай күмән салғысы келеді ғой, ол да бір құлықтардың бірі ғой негізі. Кімдердің? Мысалы, мен кейбір қазақ ұстаздарда естігемді, лафзан тек бір мутаватир хадис бар деген. Жаңағы فمن كذب عليه متعمدا دينشه فمن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار دينشه. Хуф бар ғой, хуфта почти мутаватир дейді ғой, хуф. Жақын дейді оны. Оны жақын етеді негізі. Ниетке байланысты ол енді мағнауи. Куфр болуы мүмкін деп айтады ғой негізі жоққа шығарған адамды. Васияда келеді осы мәселеде. Именно бізде хуфты ақидадегі кіргізеді ғой негізі. Бірақ негізінде таза мутаватир емес, ол мутаватирге жақын деп айтады ше негізі. Қауіптілік бар. Куфр болу. Ана бір ғалым бар ғой, кім еді атын ұмытып қалдым. Сол кісі бүкіл мутаватирлерді енді өзінің иштихатымен жазған екен. Сол мутаватирлерді жинап сол 10-нан астам хадис келтірген екен негізі. 10-нан астам хадис мутаватир, лафзан тұрғысынан. Негізі мутаватир деген не деген өзінде хилаф кетеді ғой ана жерде. Адухум дегенде мысалы ханафилардың өздерінде ихтилаф бар ғой. Мысалы усулилар мен мухаддистердің арасында. Мысалы олардың саны жаңа не істемейді дегенше, саналмайды дегенде мысалы мухаддистер мен усулилар ханафилардың арасында өздерінде пікірталас бар. Иә. Негізі академиктер жиналып қалыпты ғой мұнда. Астағфирулла. Кером дейсіз ғой. Иншалла.